Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін бетіме дайын маска жаққан кезде сіздермен амандасуды жөн көрдім. Бұл маска көпшіліктің сұрап жүрген ап-ашық пораларды тез жабуға көмектесетін нәтижелі маска. Бұл маска сонымен қатар безеуге де, майлы теріге де, аралас теріге де керемет келеді. Құрамы өте қарапайым, жасалып жылу өте оңай. Ендеше бұл масканы бірге жасап. Біздің маскамызға қажет болады глинаны кез келген аптекада, косметика сататын магазиндерде табуға болады. Мен ақ глинаны қолдандым. Глинаның түрлері өте көп, өзіңізге ыңғайлысын қолдансаңыз болады. Бірақ көбінесе бұл маскаге ақ және көк глина жақсы келеді. Біз бір шай қасық глинаны ыдысымызға салып аламыз. Ал екінші қажет дүние ол сұлы ұны, овсяная мука. Овсяная мука сізде жоқ болатын болса, овсяная кашасы болады, соны кофемолкада ұсақтап, оны тәрізді етіп жасап алсаңыздар болады. Солай бір шай қасық овсяная ұнына қосамыз. Енді осы қоспамыз крем тәрізді болғанша сүт қосамыз. Сүттің піспегені, салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Жақсылап араластырып, крем тәрізді болғаннан кейін маскамызды бетімізге жаға берсек болады. Масканы жағардан алдын мойынға немесе шынтаққа кішкене жағып, аллергия беру-бермеуін анықтап аламыз. Қызару қышу сезімі байқалмаса, тазартылған бетімізге жағып, 10-15 минут ұстап, сосын жуып тастаймыз.